Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Мәсіхтің 12 шәкірті. Мәсіхті тыңдаған әркім қайран қалды. Оның тәлімі мүлдем жаңа еді. Әрі Мәсіх нақты билікпен сөйледі. Оның ауруларды сауықтырған туралы хабар желден де жүйрік шапшаңдықпен әр тарапқа тарап жатты. Адамдар жақыннан да, алыстан да келе бастап, таң атқаннан күн батқанша Иса босамады. Ол қайда барса да халық жинала қалатын. Ол шаршайтын. Бірақ өзіне келгендерді ешқашан қайтармады. Бірде Галилея көлінің жағасында көп адам жиналғанда, Иса Петрдің қайығына отырып, оған: «Мені жағадан сәл алысырақ жерге апаршы», деді. Сол жерден қайық үстіне отырбақ, ол халыққа тәлім берді. Сөйлеп болғаннан кейін Мәсіх Петрге: «Қайығыңмен көлдің ортасына жүзіп барып, балыққа ауларыңды таста», деп айтты. Ал Петр: «Ұстаз, біз түні бойы балық аулап, түк ұстай алмадық. Бірақ сіз айтқан соң, ауларды тағы да салып көрейін», деді. Петр мен ендер ауларды салып, көп балық ұстағаны сонша, аулар жыртыла бастады. Олар екінші қайықтағы Жақып пен Жохан атты серіктерін көмекке шақырып, екі қайықты да балыққа ернеуіне дейін толтырып алды. Жағаға қарай оралғанда, Мәсіх оларға былай деді: «Сендер балық аулағандай, бұдан былай адамдарды жинап, Құдай жолына түсіруші боласыңдар». Ал Исаға еріп жүргендердің бәрі бірдей балықшылар еместін. Мысалы, Иса бір күні кеден кеңсесінің қасында отырған, Леуі деп те аталған Матайды көріп: «Маған шәкірт болып еріп жүр», деп шақырды. Матай Исамен бірге кетті. Сол заманда кеденшілер римдіктерге салық жинап беретін. Олар Құдайға мойын сұнбай, жұрттан өз қалталары үшін тиісті мөлшерде артық ақша талап етіп, өте байып алатын. Халық оларды жек көріп, қарағысы да келмейтін. Матай Исаға арнап үлкен дастархан әзірледі. Жұрт Исаның осындай адамның үйіне барғанына ренжіп: «Мұндайдың үйіне баруға болмайды», деді. Дәрігер дені сауларды емес, ауруларды айықтырады. Сол сияқты мен әділдерді емес, Құдайдан алыстап кеткендерді оған қайтаруға шақырамын, деді Иса. Кешқұрым халық үйлеріне тараған соң, Иса төбелерге көтеріліп, тыныш жерде, кейде түні бойы әкесіне сыйынатын. Осындай бір түннен кейін, Иса өзіне еріп жүргендерден 12 ең жақын шәкіртін таңдап алып, өзінің елшілері болуға тағайындады. Олардың аттары Петр мен Ендер, Жақып пен Жохан, Піліп пен Бартоломай, Матай, Тома, Әлпей ұлы Жақып, Шимон,
Жақып ұлы Иуда мен Иуда Искариот. Бұл Исаны кейін сатып кетті. Осы 12 адам барлық жерде Исамен бірге жүріп, оның жақын достары, өзі солардың ұстазы болды. Жасаған кереметтерін өз көзімен көрген оларға Иса өзін Құдай қандай мақсатпен жібергенін білдірді. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде, санаңда қалсын. Кездескенше.